Так, сабағымызды біз ары қарай жалғастырамыз. Бұл 48-ші юнит, 48-ші сабақ. Осы сабақта уақытты қалай белгілеуді үйренетін боламыз, иншалла. How long does it take деген. Бұл сұрақ деген және бұған қатысты жауап деген ол өте маңызды. Ағылшын тілінде көп қолданыста бұл сөз. Сондықтан осы нәрсені тіпті кейбір ішіндегі шаблондарды жаттап алсаңыздар жақсы болады. How long does it take? Бұл қанша уақыт алады? Сколько времени занимает? Қанша уақыт алады? How long does it take? How long does it take? From бір жерден бастап to бір жерге шейін. Мысалы, картинкаға қарайтын болсаңыздар, Нью-Йорктан Вашингтонға міне самолетпен ұшу 1 сағат алады екен. Қарайтын болсаңыздар, 1 hour. Енді сұрақ қойып жатыр мына жерде. How long does it take by plane from New York to Washington? Нью-Йорктан Вашингтонға дейін қанша уақыт алады дейді. It takes an hour. 1 сағат алады. It takes, это берет, это занимает, it takes бұл алады, an hour, 1 сағат. Осылай, мысалы, it takes 2 hours, 2 сағат алады. It takes 10 minutes, 10 минут алады деген сияқты. Мысалдарды қарайық. How long does it take by train from London to Manchester? Қанша уақыт алады пойызбен? By train. Мына жерде жоғарғыда by plane деді, самолетпен. Мұнда by train, by car, машинамен, by bicycle, велосипедпен, сондай by ship, корабльмен деген сияқты. Осындай қоя қоясыздар. How long does it take by train? Пойызбен қанша уақыт алады from London to Manchester? Енді жауабы it takes 2 hours by train from London to Manchester. Ол 2 сағат алады дейді. It takes 2 hours. How long does it take? Жауабы it takes. Енді машинаға қатысты сұрақ қойып жатыр. How long does it take by car from your house to the station? Қанша уақыт алады дейді машинамен үйінен бастап неге шейін, станцияға шейін. How long does it take? It takes 10 minutes. 10 минут алады. By car, машинамен, from my house to the station. Үйден бастап станцияға дейін 10 минут алады. It takes 10 minutes. By car, from my house to the station. Енді осы ереженің шаблондарын алып көрейік. How long does it take to do something? Қандай уақыт алады бір нәрсе істеуге? How long does it take to do something? Мысалы, сұрақта қалай болады? How long дегенді қоясыз. Сосын does егерде қазіргі шақ болса, қазіргі уақыт болса, did егерде өткен шақ болса, will егерде болашақ болатын болса. Мысалы, қазір қанша уақыт алады? How long does it take to бір нәрсе істеуге? How long does it take? Егерде кеше мысалы қанша уақыт алды? Мысалы, терезені қондыру үйіне. How long did it take to? Егерде айтатын болсақ, например, сіз дейтін самолетпен Стамбулға ұшып баратсыз. Сізден біреу сұрайды, қанша уақыт алады? Болашақта қанша уақыт алады? How long will it take? Will да айтасыз сонда. Сол сұрақтарға енді жауап қалай болады? Жауапта it takes, егерде қазіргі уақыт болса, қазір уақыт алады. It takes, егерде өткен шақ болатын болса, кеше мысалы осындай уақыт алды деп, it took, өткен take-тің өткен шағы took. Ал егерде болашақта осындай уақыт алады деген жауап болатын болса, it will take. Мысалы, it takes a week, 1 апта алады, бір апта уақыт алады. It took, немесе it takes a long time, көп уақыт алады, a long time. It takes a long time too. Егерде болашақта бір 3 сағат алады дейтін болсақ, мысалы, it will take 3 hours to do this. Осы нәрсені істеуге 3 сағат алады. Ал егерде отрицание болатын болсақ, болымсыз сөйлемді құрастырғымыз келсе, онда it doesn't, өткен шақ болса it didn't, болашақ болса it won't. It doesn't take long. Ол көп уақыт алмайды. It doesn't take long to do this. Бұл нәрсені жасау үшін. Осы мына таблицаны жаттап алыңыздар. Осы таблица бойынша to'дан кейін қандай іс-әрекет, verb, етістікті қоясыздар да бір талай мағына шығара аласыздар. Мысалдарды қарап көрейік. Иншалла. How long does it take to cross the Atlantic by ship? Корабльмен қанша уақытта мен өте аламын?
пересекать, мысалы судан ары қарай өтіп кетуді cross, to cross. How long does it take? Қанша уақыт алады? To cross the Atlantic by ship. By ship, яғни корабльмен. I came by train. Мен пойызбен келдім. Did you? Рас па? How long did it take to get here? Қанша уақыт алды сені бұл жерге жетуге? How long did it take to get here? Осында келуге қанша уақыт сені алды? Өткен шақ did it take. How long did it take to get here? Енді болашақпен сұрақ. How long will it take to get from here to the hotel? Қанша уақыт сені алады мына жерден бастап отельге жетуге? To get, жетуге, from here to the hotel. Мына жерден отельге. Бұл сұрақтар болды ғой. Енді жауаптары. It takes a long time to learn a language. Тілді үйрену көп уақыт алады. It takes a long time to learn a language. It takes a long time to learn English. To learn English дептің ғой. To learn a language. Тілдерді үйрену. Language, тілдерді. It doesn't take long to cook an omelette. Омлетті пісіру көп уақыт алмайды. It won't take long to fix the computer. Компьютерді ондай көп уақыт алмайды. It won't take long to fix the computer. Компьютерді ондау көп уақыт алмайды дейді. Өздеріңізде осы жерге өздеріңіз сөйлемдеріңіздің, өздеріңізді жаттаған етістіктеріңізді қойып, былай сөздерді ауыстырып, сөйлемдер құрастырып көріңіздер. Енді бұл бөлімде етістіктерді қалай қоюды toдан кейін үйренейік. Мысалы бірінші бет тұр, міне page 1. Содан соңғысынан 3 күн уақыт алғанмын. I started reading the book on Monday. Мен понедельник күні, дүйсенбі күні кітап оқу бастадым дейді. I finished it on Wednesday evening. Мен оны средада бітірдім дейді. It took me 3 days to read it. Бұл нәрсе мені 3 күн алды, 3 күн уақыт алды. It took me 3 days, 3 күн алды. To read it, to read, оқу. Мына қараңыз таблицаны. How long does it take you? How long does it take Tom? How long does it take them? Мына жерде it take-тен кейін кімді уақыт алғанын белгілеуге осы take-тен кейін қоясыз. Мысалы, мені дейтін болсаңыз, how long does it take me? Мені қанша уақыт алды? Немесе сені how long does it take you? Томға қанша уақыт кетті? How long did it take Tom to? How long will it take Tom to? How long will it take them to? Деген сияқты оларды. It takes me, мені, it takes me a week to do something. Маған бір апта кетті. It takes Tom a week to. Томға бір апта кетті. It will take them, оларға кетеді 3 hours, 3 сағат, мысалы, to go there, анда баруға, мысалы. Осылай, егерде take-тен кейін, take етістігінен кейін жаттап алыңыздар, me, to, them, us деген сияқты сөздерді қоятын боласыздар. Мысалдарды қалайық. How long will it take me to learn to drive? Қанша уақыт маған кетті айдауды үйренуге? Маған, take me деп тұр мына жерде қарасаңыз. How long will it take me to learn to drive? It takes Tom 20 minutes to get to work in the morning. Таңертең Томға 20 минут уақыт кетеді жұмысына жетуге. It takes Tom 20 minutes to get to work in the morning. It took us an hour to do the shopping. Магазинге барып бір сауда қылу бізге 1 сағат уақыт кетті дейді, бізден. It took us, бізден, us, біз. Did it take you a long time to find a job? Қалай, жұмыс табу біраз уақыт кетті ме саған? Деп тұр. Did it take you a long time to find a job? It will take me an hour to cook dinner. Кешкі тамақты пісіру маған 1 сағат уақыт кетеді дейді. Немесе обедті пісіру маған 1 сағат уақыт кетеді дейді.
It will take me an hour to cook dinner. Осындай тез шамалап өтіп шықты деп ойлаймын. Осыны қайталаңыздар, қайтып қараңыздар, ішіндегі сөйлемдерді жазып алыңыздар, сөйлемдерді ауыстырыңыз, минуттарды, сағаттарды, сөйтіп практика жасаңыз, бұл өте маңызды ереже, көп қолданыста болатын. Жақсы. Осымен сабағымыз бітті.